мектепте жалпы бәрі жақсы, Мақсат Дәрбайұлы. Оқушылардың сабақ үлгерімі орташадан жоғары. Осы аптада Сары балапан отбасылық конкурсында біздің оқушылар бірінші орын алды. Қыздар бәрі мектепте бәнтік тағады, олар төбелеспейді. Сіз не айтып отырсыз? Менің не сұрап отырғанын түсініп отырсыз ба сіз? Біздің мектепте білім көрсеткіші жыл сайын төмендеп жатыр. Балалардың басында қазір оқу емес, мүлде басқа нәрсе. Білесіз бе не нәрсе? Оқушылардың бәрі қазір бизнеспен шұғылданып жүр. Кішкентай балалар ақшаның артынан кетіп жатыр. Ал сіз маған какой-то болмайтын анау грамотамен бантикті пихать етіп отырсыз. Здесь вообще кто-нибудь работает? Мен айтсам болады ма, Мақсат Дәрбайұлы? Айтыңыз. Бұл жерде оқушылардың ешқандай күнәсі жоқ. Просто ата-аналар өздерін сәл ақмақтау, кішкене аңқау болып тұр бұл жағдайда. Олар өздеріне толық жауапкершілікті аламайды. Балдарының қай ортада жүргенін, кіммен сөйлесіп жүргенін білмейді. Жаман әдеттер де осы мәселеден туындайды. Ата-ана ақмақ, әке-шешесі аңқау? Вы что вообще? Не айтып отырсыз сіз? Білесіз ба? Сол балалар ертең бір бәлеге ұшырайтын болса, ана ата-анасы жүгіріп бірінші бізге келеді. Мектеп тәрбие бермей жатыр, мектеп үйретпей жатыр деп. Сол кезде сіз шығыңыз айтыңыз. Негізі ата-аналар, сендер ақмақсыңдар деп. Білесің ба не істейтінін? Түтіп жек қояды сен. Ақымақ дейді ғой. Ақымақ сендер жұмыс істемей жүрген. Жұмыс істеңдер. Не хотите работать? Увольняйтесь! Құрметті ұстаздар, мен бәрін түсінемін. Балалар, ата-аналар балаларын қайда жібереді, қайда береді өздері біледі. Бірақ ата-ананы ақымақ деп айтуға болмайды. Біз білім беретін мекеме болғаннан кейін, бұл біздің жауапкершілігіміз. Понимаете? Руслан, маған ана осы істің басында жүрген ана баланы алып келсін. Айгүл Жанарбек қызын айтыңыз. Көзбе-көз көріп, сөйлесек. Боссыздар. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Сәлем. Офис салым жіктер. Барлықтарына қызық шығара мен неге осындай машина айдап жүргенде. Өйткені жіктер қыздар мен ең басында рисковать еткем. Жай ғана рисковать еттім. Тәуекел еттім. Базар жоқ ең басында сендер сияқты уайымдадым. Бірақ қазақтың бір нақыл сөзі бар. Уайым ол бір теңіз батасында кетесің, тәуекел ол Тойота мінесінде кетесің. Түсіндіңдер ғой, ақша табу керек. Қазір өзің заманда ең басты ол ақша, түсінесіңдер ме? Мысалы, брат, сенің атың кім болады? Бекзат, брат. Бека, бергеш. Жасың қаншада, Бека? 16-да. 16-да? Брат, мысалы, қара, мен де 16-дам. Бірақ екеуміз салыстырып көрші. Қара, менде машина бар. Ақша бар, стабильный заработок бар, бәрі бар менде. Түсінесің ба? Барлықтарына ең бастысы, по-моему, мнение, маманы қуанту ғой, дұрыс па? Мысалға, брат, сен қызың бар ма? Бар. Вот, қызына не керек? Айфон керек, гүл керек, аумау жерге бару керек, жалпы жағдайын жасап беру керек қой. Оның бәрі дұрыс, норма. В Алмате только так и жить, Бека. Мысалға, зарплатадан зарплатаға кредит алып, ол кредитті өшіру үшін тағы кредит алып, үйтіп жүруге болмайды. Қыздар, жіктер, менің компанияма келіңдер, ондай рутинаны мұтасыңдар, шыны керек ше. Барлықтарында потенциал бар, көздерінде от жанып тұр. Просто оны дұрыс жерге салу керек.
түсінесіңдер ма? Сендер бірінші миллионер болу керексіңдер өздерінің семьяларында. Жаңағы оттарын дұрыс жерге салсаңдар, все окупится. Мысалға Бека, қара, сен менің компанияма тіркелесің, саған сразу пассивный доход жүріп тұрады. Түсінесің ба? Түсінбейтіндерге пассивный доход дегеніміз ол. Мысалы, мен сендермен сөйлеп тұрмын ғой, бірақ мен қалтама теңге түсіп тұрады. Каждую минуту и секунду я богатею и богатею. Понимаете, даже когда я сплю. Жақсы, Бека, рахмет, бара бер. Мысалы, брат, қара, сен барасың, бір досын шақырасың. Ол досын тұрады да тағы 3 досын шақырып, бірге тіркелесіңдер. Барлықтарын бір жұдырықта жұмыла жұмыс істейсіңдер, түсіндіңдер ма? Мен де ең басында рисковать еткем шыны керек. Папамның сағатын, мамамның алтын сырғасын ағым. Бірақ енді ол ескі шифонерде шам басып жатады ғой, шыны керек ше. Енді мына темада үлкен ақша алған соң тез арада орнына қойып қойдым. Әкешем білген де жоқ. Брат, Ау, мен жазылам. вот, красавчик. Көп сөздің керек жоқ, түсінесіңдер ма? Менде тіркелсем болады? Вот, молодец, жан. Вот. Менде бір сұрақ бар еді, оған қалай тіркелсе болады? Сен мен компанияма тіркелу үшін мен телеграм чатыма жазасыңдар. Сендерге менеджер тез арада жауап береді. Только телеграмға жазыңдар. Осыны есте сақтап алдыңдар, түсіндіңдер ма? Сосын жігіттер сендерге кішігірім инсайт. Көбінесе қыздар тартыңдар. Қарындастарыңды, подругаларыңды, одноклассниктарыңды тартыңдар. Қыздар осындай жұмысты мықты істейді, шыны керек ше, мықты істейді. Сосын қанаттарыңды өсіресіңдер, сосын оларға как бы көмектесесіңдер, ол тоже қанат өсіруге. Бірге ұшып жүріп ақша табасыңдар. Түсіндіңдер ғой, ә? Мен телеграмма жазыңдар, хабарласыңдар. Бәрі чики-пуки болады, қыздар жігіттер. Сіз жақсы, аспанда кездесеміз. Я стреляю хитами размером с кратера, но превратился из рэпера в детского аниматора. Я могу позволить себе все, что захочу, но большинство из этого харам, так что промолчу. Қалай жағдай, ничего, нормальный птеп, шүгір, твай. Провожу время на студии или на дасте. У меня фанатов больше, чем угля в экибасе. Шиншиллы сынал, диктоқ санал, таблай. Қарасан, жасым 30-ға тақып қалды. Тексеремін алды, жиған терген малды. Витаминдер таңға, ерге жату қалды. Өмірді кетіп не талалам, үндемейді мені бұл сала. Болу керек еді бар арман, бүгін 30-ға жақындадым, братан. Кто, если не мы сами? Кто, если не ты сам? В поиске ответов тех самых на вопросы, что сам себе задавал. Оларды точно Арбатта жүр деп ойлайсың ба? Короче, смотри. Видишь вот эту вот точку? Вот отсюда они слышали наш разговор. Я разобрала тот жучок, и теперь он точно показывает, где они. Ну, должен показывать. Они беш көрем. Мынау қатып жатыр ғой. Мынау навигаторым қатып жатыр ғой. Жасмин, қараш. Ана қыздар солар емес па? Да. Жүрші, ақырын арттарынан көрейік. Наконец-то, жүр. Сәлеметсіз бе? Қазір бұл кафеде скидка болып жатыр. Бізге келіңіздер. Сіздерді асыға күтемін. Все хорошо, Жанна. Сен дәрі емессің ба? Жоқ, Алтынай, Камила, Софалар танымайсың ба? Кім? Танымаймыз онда ешкімді. Хорошо. Но сен сумкаңда, возможно, жучок бар. Отвали, а? Менде шыңдарға шығатын жол іздейм, ол жол бірден керегіңе жеткізбей, ол жолды бәрібір өзің кетсін бол. Керегіңді өңдеуден менде шыңдарға шығатын жол іздейм, ол жол бірден керегіңе жеткізбей, ол жолды бәрібір өзің кетсін бол. Жұрттың балары пысық, біздің баламысы Қандай күйде болсаң да сәл сеніммен, саған қарайтындар сеніммен, бірақ
Sargayma durganda Kırıp tastao gerek banda Көңіл жас сол баяқ қызылып сандар Тәпті бәрі өсуде іште бір жылан бар Достың сыйдың түрі бар күтпейсің жүрі бара керегін жүктейсің Өз қолыңда төбеден келмей басқа нетің Мектепке келмегеніңмен қоймай сомнительный тірліктер жасап жүрсің. Сені бар ғой, мектептен шығару керек. Черный списокке тығу керек. Айгүл Жанарбек қызы. Енді тым олай қатты кетпеңіз. Мағжан, балам, мені жақсылап тыңдашы. Түсінем, ақша тапқың келеді. Бірақ әр нәрсе өзінің уақытымен болады. Өзің айтшы бір ауыз. Не айтасың? Біріншіден, сынып жетекшіме және де сізге директор үлкен рахмет айтқым келеді. Әрине бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Жәнегідей білім беру, баға қою, қателік жасаған баланың бетіне сол қателікті басып жазалау. Сондықтан мектептен роботтар шығады. Түсінесіздер ме? А мен робот емеспін. Мен сіздердің айлықтарыңызды 2-ақ күнде табам. Сіздердің мектептеріңізде финансовая грамотность дейтін сабақтар жоқ. Банкпен жұмыс істеу, налог төлеу, үлкен қаражатты қайыққа жұмсау кереккен білмейді қазіргі жастар. Сіздерде де балалар бар ғой, дұрыс па? Олардың да ақша тапқандарын қалайсыздар ғой? Мен осы жолда еңбек етіп жүрген балам. Артық айтып қойсам айып етпеңіздер. Бара берейін. Сөз жоқ. Солай деңдер. Жоқтан жеге, бизнеске қалай келіңдер? Короче, бизнеске жалпы, менің жалпы папам бар емес па? Сол 4 бизнес бар да. И, понимаешь, 4 бизнес деген ол адам вообще уақыты жоқ деген сөз ғой. И 4 бизнес деген ол ақшаға басымен кіріп кеткен адам деген сөз ғой. Шынымен ғой. И, прикинь, мен папамен бар емес па? Бір 20 минуттан астам вообще сөйлеспегем. Потому что всегда оның бір 20 минуттан кейін шұғыл жұмыс шығып қалатын. И әкеммен жалпы сөйлесу үшін мен бизнесмен болу керек деген шешім қабылдадым. Жалпы әкемнің вниманиясына жетер жолда біраз қызықтар болды. Шынымен де жақсы болып қойған сол бизнес. Сөйлестің бе әкеңмен? Конечно, сөйлестім. Маған тартқан екенсің, балам. Мен де сен сияқты көп ақша тапқан деген ғой. Жодан қаны, сенші бизнеске қалай келдің? Мен мопедпен келдім. Сен ойнап айтам. Негізі бизнеске басында Дәулет екеуміз бірге дос болдық, бір мектепте оқыдық, бір сыныпта оқыдық. Сосын екеуміз бірге араластық, әңгімелестік. Сосын бизнес бастап, там көтеріліп кеттік қой дальше. Ал қазір екеуміз туған бауырлар сияқтымыз ғой. Дұрыс. Любой нәрсе махаббаттан басталады екен. Мысал, мен де мойындаймын. Бір қызын ақ қалған көреш. Қарамай қойды. Ақтырға аты кереш. И, короче, қыздарға крутой адамдар ұнайды, крутой жігіттер ше. Крутой болайыншы деп, бір бизнес ашып, сөйтіп, сөйтіп, күні түні жұмыс істеп, үйтіп, бизнесмен болдым. Салыңызбен жүріп отырып кереш. Красавчиге. Молодец. Любой нәрсе шынымен де махаббаттан басталады екен. Әке, шеше, отбасы, дос, қыз, әлем, және де Құдайға деген махаббат. Қуып кетті ме? Жоға, нормально, брат. Алло? Қойш? Ема, серьезно ма? Ақшаны ұрлаған адамдар ма? Ема! Все хорошо. Адрес берсеші неге түйесінен. Хорошо. Да, ақшаны ұрлаған қыздар тауыпты, все. Кетесечек. Давай, все. Давай, көріскенше. Давайте, жеге. Қош келдіңдер. Қалайсыңдар, балапандар? Өздің балапанна? Ақшамыз қайда біздің? Сабыр сақта, Кана.
Ақшаларыңды аласыңдар. Не болсыншы? Келіңдер, отырыңдар. Қорықпаңдар. Ұялмаңдар. Алдарында топинамбура шарбаты, Пакистан мандарины и әрине дубайский шоколад. Так, что за фокусы? Камила? Айтпақшы, сендер бізді қайдан танисыңдар? Біздің атымызды қайдан білесіңдер? Осы жайлы ойланып көріп пе едіңдер? Біз сендердің аттарыңды қайдан танимыз? Қалай біз бір-біріміз жайлы өте көп информация білеміз? Қалай ойлайсың, Кана? Сен сол кезде мені шынымен де танымай қалдың ба? Қалайша танымай қалдың? Мен сенмін ғой. Мый ашып кетті қойыш. Жетет болды. Кетті менш. Бопты, отыра берейінші. Біз сендерге іспен дәлелдедік. Біз сендердің айлап, жылдап тапқан ақшаларыңды бір-ақ күнде ұрлап алдық. 2 сағатта ажыратып жібердік. Біз сендерді дос болуға шақырдық. Сендердің бізді естігендеріңді қаладық. Қандай дос сендерге? Чё неге именно біз? Неге сендер? Себебі сендер әлі кішкентайсыңдар. Сендердің тауып жатқан ақшаларың өз жастарына сай емес. Понимаете? 14 жасар бала үшін сендердің табыстарын өте көп. Бәрібір де сендер ондай ақшаны көтере алмайсыңдар. Сендер бөпесіңдер ғой. Сендердің жастарында балалар білесіңдер ме не істеп жүр? Ойнап жүр ғой. Баға жетпес балалық шақтарында ақшаға айырбастамаңдар. Оқуларыңды да тастап кеттіңдер. По факту оқуды тастап миллионер болғандар да бар ғой. Кім ол? Айтшы маған. Илон Маск па? Билл Гейтс па? Сол екеуі ғана ғой. Білесің ба? Сол екеуіне еліктеймін деп қаншама адам бомбыш болып кетіп бара жатыр. Миллион адам. Сендер шынымен де ақшаны соншалықты жақсы көресіңдер ма? Өздерінің балалық армандарыңды шынымен де ақшаға айырбастауға дайынсыңдар ма? Дәулет. Сенің балалық арманың ғарышкер болу еді ғой? Кішкентай кезінде кітаптағы ғарыштың суреттеріне қарап қызығатынсың. Тоқтар Аубакіров, Талғат Мұсабаев сияқты мықты ғарышкер болам дегенің қайда? Марсқа ең бірінші мен қонам деуші едің ғой. Есіңде ма? Есімде. Ал қазір ше? Қазір ақша тауып жатсың. Бірақ ракетаның жаңа макетін жасау үшін емес. Басқа планетаға Қазақстанның туын бірінші болып тігу үшін емес. Ақша тауып жатсың. Бірақ мамаңа Марстан сәлем жолдау үшін емес. Байқоңырды қайтан өзімізге қайтару үшін емес. Неге? Базар жоқ. Жасмин, сенші? Кішкентай кезіңде шығармашылыққа қызығушы едің ғой. Өскенде таза өнер адамы болам деген уәдең қайда? Ән айтам, кейде актриса болам, өзімнің киномды түсірем деуші едің ғой. Есіңде ме? Өзімнің би мектебімді ашам деген арманыңшы? Қайда сол армандарың, Жасмин? Бота, сен ақылды қызсың. Кішкентай кезіңнен бері бірнеше тілді жатқа білесің. Қазақтың тарихын, саясатын, экономикасын, заңдарын жатқа білесің.
Неге сен сондай ерекшесің? Себебі мен кішкентай кезімнен ертерек есейгім келді. Ертерек 18-ге толып, жұмыс істеп, ата-анама көмектесіп, бай болғым келді. Бірақ менің басты мақсатым президент болу еді. Елімді басқару, жерімді дамыту еді. Есіңде ме? Әрине есіңде. Себебі бұл арман сенің жүрегіңде. Сен сияқты ақша табатын болса, қаншама адамдар шетелге кетіп қалатын еді. Бірақ сенің қалғың келді. Отаныңды дамытқың келді. Ендеше басыңа келіп жатқан күмәндарға сенбе, Бота. Өзіңе сен, Бота. Яғни маған. Уақытша дүниенің ақшаның артынан ерме. Ата-анаңды ойла. Ақшаның жаймендеп жүректеріне кіріп бара жатқан үшін біз осындамыз. Сендермен сөйлесіп тұрамыз. Мен әрқашан сенің жаныңдамын. Так, мен ақша үшін өмір сүремін, не істейсіңдер? Потому что мына менде сендер сияқты балғашақ болған жоқ. Менде тіпті әке де, менде тіпті шеше де болған жоқ. Сендер оны жақсы білесіңдер. Ал қазіргі таңда мен үшін ең маңызды құндылықтардың бірі ол ақша. Ақша ғана, басқа ештеңе емес. Білесіңдер ме? Ақша ол менің күшім. Ақша уақытым. Ақша ол балалықта, ересекте армандарының орындалуы. Ақша ол ешкімге жалынбау, ешкімге жалбарынбау. Ал қазіргі қоғамда ең басты дін ол ақша. Міне ақшаның не екен? Так, мен бәрін түсінген сияқты. Бұның бәрі негізінде шынайы емес. Иә. Бұл біздің жай ғана ойларымыз ғана. Иә. Дұрыс. Ішкі күмәндарымыз, ішкі айтылмай қалған сөздеріміз бен сезімдеріміз ғана. Бірақ әрекет ететін сендерсіңдер. Әр таң сайын сендерде мың түрлі таңдау бар. Понимаете? Бір өмірде қанша күн емес, бір күнде қанша өмір бар екені маңызды. Өздеріңді ойласаңдаршы, армандарыңды ойлаңдар. Как говорится, просто делайте. Вы даже не представляете, что все только начинается. Мен өмірімде ешқашан бизнес туралы кітап оқымағанмын. Бірақ егер мен жазушы болсам, менің кітабымның ең алғашқы 100 беті махаббат жайында болушы еді. Адамгершілік, достық туралы болушы еді. Ал ақша одан сайын көп қайырлы іс жасауға арналған құрал сайман ғана. Оны табу да, жоғалту да негізінде өте оңай. Бірақ егер сіз тәуекелшіл болмасаңыз, бизнеске тұмсығыңызды сұқпай-ақ қойыңыз. Себебі біз бизнесте әр күн сайын неше түрлі қиын таңдау жасаймыз. Сол сәттерде ақшаны емес, өзіңіз таңдаңыз. Гана, сенің мопедың. Ема. Ақырын. Ема. Достар, қараңдар. 4 билет, бизнес-класс, Турция. Олар Турцияға ұшып кетті. Чо там, не істейміз? Кеттік па? Кеттік. Енді менімен шайқада шайқа. Енді менімен шайқада шайқа. Енді менімен шайқада шайқа. Енді менімен, енді менімен, енді менімен. Енді менімен, енді менімен, енді менімен. Түк көрмегенде шайқа. Ұнамаса үйге қайтпа. Килобайт тұрмайқа айта шу, хайвы шум, күнде шу. Барлық мәселеге табылады шешім. Тар жолдағы кешін, күні түні экшін.
билет бикештер бұл кезде қалмашыте now in high fashion очень есть чувстванда план бар жылаңдар жылаңдар жылаңдер бландер есть чувстванда план бар жылаңдар жылаңдар жылаңдер бландер